Қоңыр күздің жаймашуақ күндерінің бірінде ауыл ақсақалдары Келдібек биді ортаға алып, төбе басында отырады. Алыстан арнайы келген 5-6 жолаушы ат басын бидің 6 қанат ақ үйіне тірейді де, көп кідірмей, мәжіліс төбеге қарай қайта бұрылады. Жапырласа аттан түсіп, Келдібек биге алқа қотан отырған ақсақалдарға сәлем беріп, амандық саулық сұрасып болған соң, жолаушылардың ішіндегі жасы 60-тар шамасындағы ажарлы адам сөз бастайды. Арғы атамыз Найман, оның ішінде Сыбан боламыз, Ныспым Қадырбай деп, өздерін қысқаша таныстырып өтеді де, алыстан ат артып әдейіліп келген шаруаларына ойысады. Малым көп емес, 2 айғыр үйір жылқым бар. Оны қысы жазы атан жілікті 2 жігіт бағады. Бір күні жаяу борандатып, жайлауда жатқан жылқыма келдім. Жаураған жылқышыларды қос басына жіберіп, өзім сонда қалдым. Сол күні Керала Байтал тұмса құлындады. Менің қатты таңғалғаным, жаңа туған жас құлын атып тұрып, шаранасымен сілкініп жіберді де, жылқыны айнала шаба жөнелді. Қайта айналып келіп, инесін емген соң, әлгі әрекетін қайталады. Мына құлын бәйгенің алдын бермейтін тұлпар болғалы тұр екен деген қуанышпен үйге қайттым. Жылқышылар да тамақтанып болып атқа қонғалы жатыр екен. Оларға көргенімді айтып, жас құлынға сақ болуларын қатты тапсырдым. Амал не? Қызыл іңірде жылқышыларымның бірі келіп, құлынның 3 келі жоғалғанын хабарлады. Қасқыр жеді, қолды болды дейін десек, ешбір белгі жоқ. Туған күні жоғалған сол құлынды 5 ат болғанда танып отырмын. Уақ Өгізбай деген кісінің астында кер 5 бірінші, менің атым 2 болып келді. Кер ат менікі, қайтар десем, мына кісі, өзімнің көк бүйемнен туған құлын, сенбесең, жанындағы куәгерлерден сұра деп маңайлатпады. Куә түгіл, жанын берсе де сенбеймін. Ат менікі. Сізді әділ би деп естуші едім. Төрелігін өзіңіз айтыңыз дейді. Келдібек би ұзақ ойланып отырып, мұны мен шеше алмаймын, қиын билік екен депті. Сонда тас атып ойнап жүрген 9 жасар Қазыбек, әке, осы билікті маған беріңізші, мен шешейін дейді. Мен шеше алмаған даудың түйінін сен қайдан шешесің деп баласына зекіп тастап, үнсіз отырған жолаушыларға қарайды. Мұның билігін шеше алмаймын дедім ғой, босқа уақыт өткізбеңдер. Қонамын десеңдер үй мінекей. Әке, маған беріңіз, мен шешемін деп, бала тағы да сұрайды. Келдібектің билік айтпайтынына көздері жеткен соң, айтсын, осы баланың билігіне ризамыз деп, дауға түскен 2 жақта келісімін береді. Билік өзіне тиген бала даугерлердің алдына түсіп, өрістегі саулық қойларға алып келеді. Мына малдың ішінен екеуіңізге 2 қой ұстап, мойындарына белбеулеріңізді байлап жіберіңіздер. Сонан соң ауылдағы көгеннен осылардың қозысын танып әкеліңіздер. Қадырбай ақсақал көгеннен бір қозыны ағытып алып, алдына өңгеріп, ауылдан шыға бере, мен белбеу байлаған қойдың егіз қозысы болу керек деген ойға келіп, кері бұрылады да, тағы да бір төлді алады. Ол екеуін бағанағы қойға барғанда, инесі мен қозылары маңырасып табысады. Ал қарсы жақ апарған қозы белбеу тағылған қойға жоламай өз бетімен кетеді. Сонда Қазыбек тұрып, ат мына кісінікі, өзіне қайтарыңыз дейді оған. 2 жақ әділ билікке бітіскеннен кейін, жиналған халық мәнісін айтып беруін сұрайды. Сонда кер 5-ті құлын кезінде ұрлаған жігіт. Ат шынында Қадырбай ақсақалдікі. Мен оны құлын күнде алып кетіп едім. Аягөз маңында тұратын нағашыма апарып, қайтып келе жатсам, үстіндегі шаранасы әлі түгел кеуіп үлгірмеген құла құлын жылқыны айнала шауып жүр екен. Менің бәйге көк биемнің барлық кемшілігі
туа салысымен құлынын тарпып өлтіріп тастайтын. Өлген құлынын іздеп арқырап тұрған биеге құла құлынды жібергенімде мекіреніп емізе бастады. Сөйтіп құлынды иемденіп кеттім. Менің ұлым жоқ болғанымен, барлық дәулетім 2 айғыр үйір жылқымның ішінен бір бәйге ат кеткен емес дейді Қадырбек ақсақал сөз кезегі келгенде. Менің кер атым ылғи бәйгенің алдын бермейтін, бұл жолы бірінші болып кербесті келеді. Анық зер салып қарасаңыздар, кер ат пен кербестінің бір биеден туғанын білесіздер. Өйткені екеуінің түр түсінде еш айырмашылық жоқ. Жиналған халық Қазыбектің қазылығына риза болып тарасады.